Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңілдерің қалай балалар? Жақсы. Жарайсыздар балалар. Балалар, бүгін біз ұлттық ойындарымызбен таныс болатын боламыз, иә? Ең алдымен балалар, қандай ұлттық ойындар білеміз? Қыз қуу деп өте жақсы Айкөркем. Күресті біледі екенбіз. Аударыспақ, қылдыре, көкпар, алдаусыздан өте жақсы жарайсыңдар балалар. Бүгін біз осы қол күрес және де белстас ойындармен біз таныс болып, сол ойындарды ойнайтын боламыз. Ол қандай ойын? Қазір біз балалар танысатын боламыз. Балалар, біз ұлттық ойындармен танысайық. Сендер де біраз ойындарды біледі екенсіңдер. Бүгін біз Жансұлтан айтып өткен қол күрес ойынымен танысамыз, иә? Қол күрес ойыны бұл бізде қолдың осы бір бөлігі шараппен ойналатын үстел үсті ойыны болып табылады, иә? Қазір мен сендерге шараппен қалай ойналатынын көрсету үшін мына тұрған үстелімізге Жансұлтан мен Тамерланға ең алдымен көрсетейік. Барлығымыз мұқият қарап қалай ойналатынын көріп алайық, иә балалар? Жақсы, Тамерлан, Жансұлтан дереу. Балалар, Жансұлтан айтып өткен жәнегі қол күрес ойынын біз қолымыздың мына бір бөлігі шынтақпен ойнайтын ойын, иә? Ол бізде үстел үсті ойыны болып табылады. Ең алдыменен екі бала бір-біріне қарама-қарсы тұрып, осы шынтақтарын үстелдің үстіне қояды. Қане қоямыз, қалғанын мұқият қараймыз, иә? Дұрыстап қолымызды ұстағаннан кейін, бұл жерде балалар бізге күш қажет, иә? Яғни екі жаққа әркім өз жағына қарай қайтеді, күшін салып тататын болады. Осыны ұстап аламыз шеттен, қанекей. Ал бастайық. Кімнің күші көп екендігін осылай көре алатын боламыз. Жарайсың Жансұлтан. Қане тағы да бір рет көрейік, ойнап көрейік. Дұрыстап тұрып ұстаймыз. Ал қанекей. Жарайсың, Жансұлтанның күші көп екен, иә балалар? Жақсы. Келесі ұлттық ойынымыз балалар бізде тақия тастамақ деп аталады. Тақия тастамақ ойыны бізде тақия арқылы. Тақияның біз бас киім екендігін жақсы білеміз, иә балалар? Осы тақия арқылы да ойын ойнауға болатындығын білдіңдер ме балалар? Жақсы, қазір осы арқылы біз ойын ойнайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге әрине тақия керек. Одан кейін ойын ойнайтын балалар осыны шеңбер болып отыру арқылы ойналады. Ең алдымен қазір мен осы тақияны Айкөркемнің басына кигіземін. Айкөркем осы шеңберді айланып бір баланың басына кигізеді. Міне Айкөркем қазір балалар өстіп айланып жүру арқылы біреулерінің бастарына тақия кигізеді. Сол бала өзінің өнерін көрсетеді. Тақпақ немесе жаңылпаш айтуға болады, иә? Айкөркем өзінің тақиясын Қантөреге кигізді. Қантөре, қандай өнер көрсетесің? Денесі жоқтанасың, арқа сияқтанасың, ермегін ақтаймын, амал болшанасың. Жақсы, өзінің тақпағын айтты, жарайсың. Ал енді сен айланып келіп, кеңгі кигізесің тақиянды? Айлана ғой. Асылайға кигізді. Асылай өзінің өнерін көрсете ғой. Тұрып, маған қарап. Топ төлеген, топ қойғанда көбеген, топты тепті төлеген, төлеген тіптемеген. Жарайсың, қанеке бере ғой. Балалар ойын түсінікті ғой, иә? Осы тақия арқылы балалар бір-біріне кигізу арқылы өзінің өнерін көрсетеді, өзінің қандай да бір жәнегі тақпақ немесе жаңылпаш айтуға болады екен. Бұл да біздің осылай тақиямен ойналатын ұлттық ойынымыз болып табылады екен балалар, иә? Жарайсыңдар.